Ғылыми зерттеу әдістері пәнінен 6.05.302 химия білім бағдарламасы бойынша студенттің оқытушымен өзіндік жұмыс, яғни СРСП сабағы. Бұл сабақта біздер ғылыми зерттеу әдістері болғаннан кейін әрбір студент курсты аяқтаған кезде ғылыми жоба дайындайды. Бүгін біз бір ғылыми жобаның үлгісін көрсетіп тұрмыз. Бұл неге атау айтып тұрғандай крахмал негізіндегі биопластикті синтездеу, олардың құрылысы мен қасиеттерін зерттеу тақырыбында Нұрайдың жасаған жұмысын көрсеткелі тұрмыз. Нұрай, сіз бастаңыз, сосын ары қарай тағы жалғастырамыз. Біздердегі ғылыми жоба тақырыбы бұл крахмал негізіндегі биопластикті синтездеу және олардың құрылысы мен қасиеттерін зерттеу. Ғылыми жобаның негізгі өзектілігі қазіргі таңдағы полиэтилен және басқа да синтетикалық пластиктер қоршаған ортаға жүздеген және мыңдаған жылдар бойы ыдырамай экожүйеге орасан зор зиян келтіруде. Әсіресе күнделікті тұрмыста қолданылатын біздегі бір реттік пластиктер қоқыс полигондары мен су көздеріндегі негізгі ластаушылардың бірі болып отыр. Қазіргі таңдағы бұл үрдіс қоршаған ортаға, әсіресе мұхит экожүйесіне және климаттық тепе-теңдікке айтарлықтай әсерін тигізуде. 2014 жылы мысалға 2014 жылы әлемде 311 миллион тонна пластик өндірілсе, 2050 жылы бізде 1124 миллион пластик өндірілді. Неліктен бізде крахмалды биопластик? Крахмал негізіндегі биопластик өсімдіктерден алынатын крахмалдың негізінде синтезделетін қауіпсіздік полимерлі материал. Крахмал арзан және кең таралған, оны біз картоптан, жүгеріден және тапиока дәнді дақылдарынан ала аламыз. Және де биологиялық ыдырау қабілеті жоғары, яғни бұны толығырақ айтқанда тез ыдырау қасиеті көп және отты емес, яғни улы емес, табиғи полисахаридке жатады және жаңартылатын шикізаттан өндіріледі. Крахмал негізінде биопластиктің биологиялық айналымы, бұл бізде көрсетілген процесте биопластиктің түзілуі мен табиғаттағы ортада ыдырау механизмі көрсетілген. Қолданылған соң крахмал негізінде биопластик топыраққа микроағзалардың арқасында ыдырап және қайтадан табиғи қосылыстарға айналады. Бұл дегеніміз біздегі қолданылған биопластик көмірқышқыл газы мен суға айналып кету қасиеті жоғары. Біздегі мұнай негізіндегі кәдімгі пластик пен крахмал негізіндегі биопластикті салыстырмалы сипаттамасы ретінде кәдімгі мұнай негізіндегі биопластик біздегі ыдырау уақыты 100 жыл мен 500 жыл аралығы болса, бізде крахмал биопластика 1 және 6 ай, максимум 1 жыл ішінде ыдырайды. Кәдімгі биопластик өртеген кездегі оттылығы жоғары және зиянды газдар бөлсе, бізде крахмал негізінде биопластик оттылығы төмен, экологиялық тұрғыдан қауіпсіз болып келеді. Біздегі осы крахмал негізінде биопластикті қолдану саласы, крахмал негізінде биопластиктер көкөністердің сыртын қаптауға, яғни олардың ұзақ уақыт бойы сақталуына қолдануға болады. Және де мульча-пленкалар, бұл топырақтың бетіне төселетін арнайы жабын материалдар. Бұлар өсімдік өскеннен кейін топыраққа сіңіп, топыраққа тыңайтқыштар ретінде қолданылады. Және де крахмал негізінде биопластикті тұқым қабықтары ретінде қолдануға болады. Бұл тұқымды ұзағырақ сақтауға көмектеседі. Және де соңғысы бізде көп таралған, яғни крахмал негізінде биопластикті дәрілік капсулаларға қолдануға өте тиімді болып келеді. Яғни ол адам ағзасына қауіпсіз және табиғи жолмен адам ағзасына ыдырап кетеді. Біздегі келесі картоп негізіндегі крахмалдың биопластикте алу әдісі. Бұл бізде зертханалық, яғни лабораторияда жасалған қолдан биопластик алу әдісі. Бізде қажетті реагенттер ретінде картоп крахмалы, глицерин, сірке қышқылы және дистилленген су қолданылады.
Тәжірибе барысында біз биопластик алу үшін 5 грамм картоп крахмалын 100 мл дистелленген суға араластырып, біртекті ерітінді алдық. Оған 2-10 мл арасындағы глицерин қосып, 1-2 мл сірке қышқылы қосылып, біркелкі масса болғанша араластырылып, қоспа 80-90 градуста 10-15 минут бойы үздіксіз араластырып отырылып қыздырылды. Бұл бізде биопластиктің дайындалғанға дейінгі үлгісі, ал екіншісі дайындалғаннан кейінгі үлгісі болып келеді. Және де биопластиктің биоыдырау жылдамдығы бағаланды. Яғни биопластик топырақта қанша уақытта ыдырау уақыты. Бізде 4 түрлі топырақ кезіндегі биопластиктің ыдырау уақыты жазылды. Бұл жерде ашық табиғи ортада, зертханалық ортада, яғни құрғақ зертханалық ортада, және де ылғалды зертханалық ортада, және компосттық ортада биопластиктің ыдырау уақыты зерттелді. Келесі бізде су сіңіргіштігі мен суға төзімділігі зерттелді. Яғни бізде 3 түрлі су түріндегі биопластиктің су сіңіргіштігін зерттелді. Бұл бізде суға батырылған үлгі, екіншісі ылғалды ортадағы үлгі болса, үшіншісі ағып тұрған судағы үлгісі. Және де бұл жерде уақыттары берілген, биопластиктің қанша уақытта ыдырау механизмін бізде кесте бойынша жазып шықты. Қорытындылай келе, крахмал негізінде биопластик өндіру бұл қоршаған ортаның пластикпен ластану мәселесін шешуге бағытталған қолжетімді, тиімді және экологиялық тұрғыдан қауіпсіз тәсілі, және де қоршаған ортаға ешқандай зиян келтірмейтін ең басты тәсіл ретінде де ұсынылған. Ұсыныс ретінде бізде Қазақстанда бір ретті қолданылатын бұйымдар өндірісін енгізу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын. Әсіресе полиэтилен пакеттерді, пластик стакандарды және қасықтарды биопластикпен алмастыру бұл қоршаған ортаны ластау деңгейін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. Әдебиеттерде бізде пайдаланылған әдебиеттер ретінде соңғы 10 жылдағы, 15 жылдағы әдебиет, соңғы 10 жылдағы әдебиет, ағылшынша, орысша, қазақша әдебиеттер берілді. Жақсы Нұрай, осы жұмыстың негізінде қандай бір басылымдарға жарияладыңыздар ма? Осы жұмыстың негізінде біз Қазақстан Республикасының хабаршысы, химия және химия технология кафедраның сериясының 3 сериясына жарияланды. Өте жақсы. Бұл пластикті қазіргі кезде синтетикалық заттардың білесіздер, жаңағыдай ыдырауға өте көп жылдар кететін болса, табиғи пластиктер бұл қазіргі кезде қоғамның алдындағы, еліміздің алдындағы үлкен экологиялық проблема. Неге сол жылда үлес қосып өзінің еңбегін осылай неше жыл жүргіздіңіздер жүргенін? Бізде жарты жылда нәтижені алдыңыз, және қай лабораторияда жасалды бұл? Химия және химия технология кафедрасы. Құдайберген Жұбанов университетінің жаратылыстану факультеті химия және тағам технологиясы кафедрасының базасында жасалды. Жақсы Нұрай, сізге рахмет айтамыз. Еңбегіңізді әрі қарай да жалғастырып зерттей беруіңізге болады.